Батыс Қазақстан облысы Казталовка ауданы Талдапан жалпы орта білім беретін мектебінің информатика пәнінің мұғалімі Уташева Эльмира Иманғалиқызы. Педагогикалық идеяның атауы оқу процесіндегі жасанды интеллектті кіріктіру, информатика пәнін оқытудың тиімділігін арттыру. Мақсаты оқу процесінде жасанды интеллектті қолдану арқылы информатика пәнін оқытудың тиімділігін арттырудың негіздерін айқындау және оны әдістемелік тұрғыда қамтамасыз ету. Міндеті цифрлық білім беру ресурстары ұғымдарының мәнін ашу, оқытудың тиімділігін арттыруға мүмкіндік беретін педагогикалық шарт маңыздылығын көрсету. Жасанды интеллект бұл педагогтың жаңа мүмкіндіктері мен цифрлық көмекшісі. Оқу деректерін жинайды, талдайды, материалдарды білім алушылардың деңгейі мен қызығушылықтарына бейімдейді, күнделікті тапсырмаларды автоматтандырады, мысалы тест, есеп деген сияқты, көрнекі және интерактивті ресурстарды жасауда көмектеседі. Бұнда информатика сабағында цифрлық білім беру ресурстарын қолдану тиімділігі, яғни оқушылардың жеке дара жұмысы, аз уақытта мол білімге қол жеткізу, уақытты үнемдеу бұл жерде, білік дағдыларын тест арқылы бақылау, шығармашылық тапсырмаларды орындау, қажетті ақпарат аз уақыттың ішінде жылдам табу мүмкіндігі. Енді бұл жерде Gemini AI деген платформа, бұны өзімнің сабағымда, яғни информатика сабағында қолданамын. Бұл жерде Google-ге Gemini деп жазамыз, сол бірінші тұрғанға кіріп, соған тіркелеміз, яғни Google аккаунтпен тіркелеміз. Бұл жерде тек 3 қана видео шығарып бере алады. Тегін түрінде, егерде ақылы түрге ауыссаңыз, онда бірнеше видео жасауға болады. Ал басқа сұраныстарды тегін жасайды. Енді тегін жасай бергіңіз келсе, онда бірнеше Google аккаунтпен тіркелу керек болады. Енді бұл жерде мен қоянның Pixar стилінде жасап беруін өтіндім. Бұл жерде ағылшынша жазылу керек, сонда жылдам түсінеді. Мұны қараңыздар, Pixar стилінде қоянды жасап берді. Содан кейін түлкінің суретін жасап берден, бұны да осындай стилде жасап берді. Енді бұл жерде мен өзімнің сабағымда 6 сыныптағы 3D редакторы деген тақырыбын алып, осыған әңгіме қарастырып бердім, яғни кітапша жасап бердім. Бұл жерде қарасаңыздар, Бұл жерде қарасаңыздар, 3D редакторы деген әңгімені құрастырды. Содан кейін бар Маяның сиқырлы шеберханасы деп құрастырып берді. 10 беттен тұрады. Бұнда қыздың өзі карандашпен сурет салып отырғанын көрсетіп тұр. Содан кейін ол әкесінің компьютерін зерттеп, сол бағдарламаға тап болады. Сол бағдарламаның ішінен әртүрлі фигураларды пайдалана отырып сурет жасайды. Қарапайым доптан мынадай бір пішін жасап шығарады. Содан кейін барып оған әртүрлі түстерді енгізіп, оны түстерін бояп, содан кейін анимация қосып, бұған қимылды біріктіреді. Одан кейін рендермен әртүрлі фондар жасайды. Содан кейін ары қарай мына қараңыз, бөлісу деген батырманы басамыз. Содан кейін мынандай ссылкасы шығады. Сосын оны көшіріп алып, WhatsApp желісінде немесе Facebook желісінде бөлісуге болады. Содан кейін Gemini AI-ға егерде видео жасайтын болсақ, мына жерде құралдар дегенге кіріп, оның ішінен видео 3 дегенді алып, видео 3 дегенді алып таңдаймыз қазір. Міне видео 3 деген құралды басынан
басамыз. Қазір біріншіден басып, содан кейін бар промптты арнайы бір жерге дайындап қоямыз. Оны Word мәтініне дайындап қойып, бұны көшіріп аламыз. Көшіріп, содан кейін бар оны жаңағы Gemini'ге қоямыз. Мұны Gemini'ге мына жерге қоямыз. Сұранысты жібереміз. Сұранысты мұнда жібереміз. Содан кейін бар бұл ойланып тұрып, 1-2 минуттың ішінде бізге видео құрастырып береді. Бұл информатика сабағына, яғни апталығына, немесе ашық сабағына өзін шақырту енгізу үшін қолданылған. Информатика болашақтың тілі. Ол адам мен машинаны, білім мен технологияны біріктіреді. Информатика әлеміне қош келдіңіздер. Сол сияқты мұнауда осындай етіп видео құрастыруға болады. Сабағымда осы жасанды интеллектілерді қолданамын. Яғни бұл жерде Gemini. Бұл мәтін, сурет, видео, аудио өңдейтін жасанды интеллект. Сосын DeepSeek, сабаққа арналған ресурстарды генераторы, DeepL, ғылыми мәтіндерді үлкен көлемдегі файлдарды аударуға арналған аударма құралы. Pixar, бұл фото және видео өңдеуші редактор. Содан кейін Magic School, бұл жаттығу, сабақ жоспары, түрлі тапсырмаларды әзірлеу платформасы.